Әлемнің үздік кино туындыларына қызыға қарайтынымыз сөзсіз. Әсіресе Marvel фильмдеріндегі Стэн Лидің камеоларын кинокомикстардың фанаттары асыға күтеді. Are you Tony's stank? Алайда камеоның түбін түсірмесе де өз туындыларында эпизодтық рөлдерді сомдауды қазақтың бетке ұстар режиссері Шәкен Айманов бастағанын көп біле бермейді. Өзге жұрттың жауһарларына тамсанып жүрген шағымызда өз жұртымыздың асыл маржандарын бағалай алмау қанымызда бар дүние сияқты. Бала кезінен өнерге деген ынтасы айқын байқалған Шәкен 1924 жылы Семейге оқуға келіп, оқу орнының қабырғасында драматургиялық үйірмелерге қатыса бастайды. Әртүрлі қойылымдарда ойнап жүрген сәтінде Ғабит Мүсіреповтің көзіне түседі. Мұхтар Әуезов атындағы қазақ драма театрында жұмыс істеп 100-ден астам рөлді сомдайды. Олардың ішінде Петруччо, Хлестаков, Қодар және басқа да көптеген образдар бар. 1940 жылы Ленфильм режиссері Левин Аймановты Мұхтар Әуезовтің сценарий бойынша түсіріліп жатқан Райхан фильмінде Сәрсеннің рөлін сомдауға шақырады. Бұдан кейін 1942 жылы Ақгүл фильмінде Майдангердің, 1946 жылы Абай өлеңдеріндегі Шәріптің, 1948 жылы Алтын мүйізде Досановтың рөлін сомдайды. Осылайша театр сахнасының кино саласына ауысқан еді. Айманов театрдан киноға ауысу себебін мен театрды жан тәнімен сүйемін, бірақ ол кино сияқты қалың көрерменге жетпейді. Спектакль бір театрда жүреді, әрі кетсе бірнеше театрда қойылуы мүмкін. Ал фильмді мыңдаған адам көреді деп түсіндірген еді. 1953 жылы Жамбыл фильмі көгілдір экраннан көрсетілді. Кинематография саласындағы алғашқы ауқымды рөлі оның танымалдылығын арттырып, ұлттық мінез эталонына айналуына тікелей әсер етті. Аймановтың актерлік қана емес, режиссерлік жарқын жұмыстары да бәрін мойындатты және ұлттық кинематографияның алтын қорына енген 10-нан астам көрген фильм түсірді. Олар Дала қызы, Махаббат туралы аңыз, Біз осында тұрамыз, Біздің сүйікті дәрігер, Бір ауданда, Ән шақыруда, Жол түйісті, Алдар көсе, Ата-бабалар мекені, Тақиялы періште және тағы да басқалары. Осылардың ішінде Тақиялы періште фильмнің сценарийі өмірден алынған. Шәкеннің туысы Айнанкүл ұлын үйлендіргісі келіп қалыңдық іздеген деседі. Ал енді Шәкен Айманов киноларының ерекшелігіне назар аударайық. Ол киноларында қазақ халқының этникалық ерекшеліктеріне аса мән береді. Және де театр майталманы болғандықтан театрлық сомдау элементтерінде жиі пайдаланады. Мысалы, Как? Мой язык в твоем хвосте? Нет, я дворянин. сонымен қатар қала интерьерлері мен дала пейзаждарының көркем сәттерін түсіру арқылы да сол заманның келбетін жаңа жарқын бояулармен жеткізеді. Ал аңызға айналған Алдар көсе фильмде бірнеше қызметті қатар алып жүрді. Өзі режиссер, сценарист және басты рөлде Алдардың бейнесін жеткізе білген актер болды. Сынақ кеттің ғой, күн ысып кетті ме? Ыстықтасаң шапаныңды маған сатшы. Жоқ, әуре болмаңыз, сатпаймын. Бұл Батыр атадан қалған мұра. Кел айырбастайық. Шәкен Аймановтың фильмдеріндегі әндер әлі күнге дейін шырқалатынын ескерсек, оның фильмдеріндегі әндердің орынды қолданылған байқайсыз. Қай әнді алып қарасаңыз да фильмдегі иронияны, ешкімге бермейді, қолым тағылса сөнер сөнбес күйдірер сендейді. Арбадым сені дуаладым, астым қуанаман. Сен көбелек, мен сәуле, мен сиқыршы, сен әуре күрсінесің төлесі. әзілді, Шла бы ты домой, Пенелопа. махаббатты, Ана жаның саған, арнадым мен саған. драматургияны айқындап, Аяулы маңсадан ән салам әлемге. сол сәттің көңілін жеткізіп тұрады. Сонымен қатар Шәкен Айманов бір ғана жанрдың режиссері емес. Біреулер комедия, біреулер хоррор фильмдер түсірумен шектеледі. Ал кез келген жанрда халықтың ыстық ықыласына бөленген режиссерлердің бірі болуы оны ерекшелендіріп тұрады. Оның фильмдері шынайылыққа толы. Бәлкім сол себептен оның фильмдері халықтың жүрегінен орын ала білген болуы керек. Адами қасиеттері де оны өзгелерден биіктетіп тұрады. Айқын мысал ретінде келесі оқиғаны еске алсақ болады. 1960 жылы өткен Мәскеудегі кинофестивальде партия басшылары кеңестік фильм жеңу керек деген бұйрық береді. Алайда жүлденің тағдырын шешетін дауыста Шәкен Айманов 8,5 туындысын түсірген Федерико Феллиниге береді. Осылайша оның өнерді ештеңеге қарамастан биік қоятынын байқаймыз. Сөзімізді Тақиялы періште фильмде тек қана тананын ғана емес, барша қазақ аналарының рөлін сомдай білген Әмина Өмірзақованың керемет күлкісімен аяқтаймыз. Сонда немерелеріңді де өзің үйлендіресің бе? Жоқ, енді араласпаймын. Өз сүйгендеріңе
қосылып, бақытты өмір сүрсін.